Ішкі әлеміңіз өзгермей, сыртқы әлеміңіз өзгермейді. Оқырмандарым, бірінші ретте өздеріңіздің ішкі состояниеңізді реттеуге кеңес беремін. Бұл дегеніміз сіздегі әртүрлі психологиялық блоктар, өкпе ренішіңіз, қорқынышыңыз, үрейіңіз, осының бәрі сізді артқа тартады, энергияңызды жейді. Төменгі вибрацияға қалай өтіп кеткеніңізді білмейсіз. Еш нәрсе жасағыңыз келмейді, еш нәрсе істегіңіз келмейді, ешқандай идея жоқ, қарызға кіресіз, қарым-қатынасыңыз нашар. Осының салдарынан стресске түсесіз, депрессияға түсесіз. Одан кейін оның бәрі психосоматикалық ауруларға алып келеді. Бұның енді шешімі не? Өзімнің осы қазан айында өзіңіздің ішкі состояниеңізді реттеу үшін 10 адамға орын ашамын, 50% жеңілдікпен осы ішкі состояниеңізді реттеу арқылы өміріңізді өзгертесіз. Ол үшін төменге немесе жекеме бір санын қалдырыңыз, мен сізге хабарласамын. Біз бірге сіздің мәселеңізді шешеміз.